Достар, мен Нур Рахимов боламын. Бұл менің жаңа арнам. Жаңа бөлімдер бұдан былай осы арнада шығатын болады. Осы жаңа арнама тіркеліп алыңыздар. Достар, бұл менің жаңа арнам. Жаңа арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Құрметті оқырмандар, бұл менің жаңа арнам. Тағы да айта кетейін, жаңа арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Апа, олар менің балаларым. Оларды мен босандым. Мелек те Нух та менің балаларым. Өзім босанған балаларымды тастап кеттім, апа. Сенің не деп тұрғаныңды түсінбедім. Бұл қалай болды? Сумру, сен не істеп қойдың? Өз балаларыңды тастап кетіп, қалайша өмір сүрдің? Бұлай боларын мен де қалаған жоқпын, апа. Қалаған жоқпын. Жүрегім мұзға айналды, апа. Соншалықты жаман адам болып кетемін деп ойлаған жоқпын. Масқара, Сумру, не деп тұрсың? Жүрегім. Сумру, жүрегім ауырып жатыр. Апа? Апа, саған не болды? Сумру, бәрін білгім келеді. Бұл қалай болды? 25 жыл бұрын оларды ауылда босандым. Содан кейін енемнің үйіне тастап кеттім. Оларға әжесі қарады, енем қарады. Содан кейін ол да қайтыс болды. Балалар мені іздеді, бірақ мен мойындаған жоқпын. Әрине, олар сенің өміріңе кедергі болды, солай ма? Сенің байлықта шалқып жатқан өміріңе балаларың тосқауыл болды. Сол үшін оларды қабылдамадың, солай ма? Жоқ, білмеймін, олар маған бөтендей. Бөтен адам сияқты. Байлық үшін емес, олай ойлама, апа. Жай ғана мен олардан қорқамын. Мен оларды танымаймын. Маған көмектес, апа. Олардан құтылуым керек. Қызым Сумру үшін олардың көзін құртуым керек. Мелектің де, Нухтың да көзін құртамын. Бүгін ақ. Екі жетімекті тұзағыма түсіремін. Бүгін ақ сендерден құтыламыз. Алло, Мелек, қай жердесің, қызым? Мен жұмыстамын, не болды? Тыныштық па? Саған қазір бір мекен-жай жіберемін. Сол жерге кел, Нухпен бірге. Бірақ неге, не болып қалды? Өте маңызды. Тез келіңдер, келген соң айтамын. Қызымның бақытты өміріне кедергі болуларыңа жол бермеймін. Кім болсаңдар да. Жақсы ма, қызым, сендерді күтемін. Жақсы, Сумру ханым. Қазір барамыз. Тастанды балаларың әлі келген жоқ па? Қазір келеді, апа. Олардың көзін құрту үшін бұл жоспарды тездетуіміз керек, қызым. Мен бәріне дайынмын. Оларды көргім келмейді. Әрине, Мелек те Нух өте қауіпті. Абайлау керек. Мен олардан сол үшін де қорқамын.
Екеуінен де қорқамын. Бүгін олардың көзін құртамыз. Аз қалды. Әрине, бұл үшін не керек болса, бәрін жасаймын, апа. Не үшін шақырғанын білмеймін, бірақ дауысы бір түрлі еді. Ол әйелдің бір ойлағаны бар. Мен сезіп тұрмын, Мелик. Егер бір жоспары болмаса, бізді бұл жерге шақырмайтын еді. Шынымен, мұндай жерге бізді не үшін шақырды, Мелик? Түсінсем бұйырмасын, Нұх. Тез келіңдер, өте маңызды, деді. Мына жерден бізді құлатып жіберсе де, бізді ешкім таппайды, Нұх. Ойымдай бастадым. Біраз қорқа бастадым, Нұх. Мен тұрғанда ешкімнен қорықпа, Мелик. Оның үстіне мен де ақымақ емеспін. Өзіммен бірге не алып келгенімді қара. Сумру өте қауіпті әйел. Мен солай жасауға мәжбүр болдым. Тапаншаңды оған көрсетпе. Егер көріп қалса не болатынын білесің бе? Не болса ол болсын. Мен одан қорықпаймын. Оның таныстары өте көп. Егер оған бірдеңе жазсаң, бізді жайына қалдырмайды. Мелик, саған айттым ғой. Мен ол әйелден қорықпаймын. Білгенін жасасын, түсіндің бе? Сен де мен тұрғанда ешкімнен қорықпа. Мен әлі өлген жоқпын. Мен тірі екенмін. Сені әрқашан қолдаймын. Мен де, Нұх. Мен де сені әрқашан қолдап қорғаймын. Әне олар келе жатыр. Нұх, Мелик. Жандарым. Сендер үшін жанымды да беремін, балаларым. Нұх, мынаған не болған? Мынау өзі не деп жатыр? Шаршап қалған жоқсыңдар ма? Сендерді көп күттіріп қойдым, білемін. Сендерді құшақтасам болады ма? Өтінемін. Сендер менің немерем екенсіңдер ғой. Мелик, сұлу ханшайымым. Нұх, менің батыр балам. Мен білген жоқпын. Мені кешіріңдер, өтінемін. Өтінемін, жоқ демеңдер. Сендерді бауырыма басқым келеді. Сендерді құшақтап, иіскесем болады ма? Өтінемін. Мен барлық шындықты білемін. Сумру маған бәрін айтып берді. Әжелеріңді кешіріңдер. Өтінемін сендерден, жандарым.
Сумру, біздің уақытымыз жоқ. Маған сене бер. Бүгін ақ олардан құтыламыз. Екі жетімектің көзін құртамын. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Жалғасы ертең тек қана біздің арнамызда.